Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден алшы бәрін түзет, күдер үзбе бақытты бол. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Привет, YouTube. Короче, мың подписчиков от души всем поддержку. Коммент, лайк басқандарыңызға всех обнял, целую. Короче, Ухан колледжіне келдік. Бір документтерін тапсырып, военный билеттерін алып кетті. Колледж мына жақта бірдеңе жасап отыр, айтыр. Выступление, молодцы. Осы колледжге ырза боламын өзіме, өзі. Ақ жақта еще тағы бір корпуса общагасы бар осында. Еще шаңдайды. Прадамен кесем екен деп, сол арманына жетіп тұр ғой. Ол правасы болмаса да келетін осында айтыр. Еще шаңдатып, мұғалімдерден ұрыс естіп шығып қайтатын айтыр. Газель бар, еще газельмен де келген бұл жерге. Таза жынды. Араға бір жыл салып, енді колледжін сағынып келгені ғой баланың деп. Наш Мурдон стал лучшим спикером. Можете его поздравить. Кішігірім бір отырыстамыз. Екінші микрорайон өзіміздің двор жақта сәл андай бандитский образбен бір қайдағы жоқ бір видеолар түсіп отыр әйтеуір. Өзіміз біреуден қойшырлап түсіреміз, копировать қойсақ, өзіміздің арасында шаққалап, басының біреудікін алып өзіміздікіндей қылып шандай түсіргенде, ебанан қалай бастарыңа келген дейтіндей қылып түсіреміз ғой, короче. Всем привет деп қойсын. Короче, қандай влог бұл? YouTube. Жоқ. Вайн түсіріп жүрік деген ба? Жоғый бәрібір. Короче, Арнаттың ютубы 1000 подписчикқа жетіпті, енді дальше жатпай 2000-ға жеткізсек, содан подписаться етіп, лайк басып, сөйтіп ана колокольчик дейтін тема бар екен ғой, соны қосып қойыңдар, каждый влогты үзбей көрсеңдер, сонда четкий болады. Бұл негізінде бір-екі жыл бұрын баяғыда бір жоқтың негізі. Былай шанамен кеп, былай түсетіміз болған, сосын әр жерде подиум бар, былай кеп шанамен түсіп жүре беретіміз. Ютубты да, Вайнды да, тиктокты бәрін айтып түсіріп жүріп бірдеңесі болар. Саламатсыз. Короче, бүгін базарға келгенбіз, базарға. Ашиліп брат соқпы деген соғып келейін деп. Андай Агушадан ауысып келеміз. А кто такие фиксики? Большой Агуша дейді ғой. Яблочный сок бар ғой, сондай. Алып біртқан ештеңесі жоқ екен. Мына жақта балалар бірдеңе істеп отыр, ананы бүйтіп тұр, сөйтіп тұр. Осы екі бала қосылғаса әлем мойнында итті дейма бірдеңе деп Елизавета айтып кетіп еді, ол басқа ма. Сифулин 21-ге келдік, қазір 21-ге. Емзе беремен де Сифулин 2-ші микрорайон ба, қалай? Сондай бірдеңе келдік, қазір тамақ береміз. Енді удачно отыр деп ойлаймын, енді ана как раз қарын ашып. Бисмилля, шошып кеттім. Болмай қалды ма? Короче, сол Сифулинға келдік, қазір тамақ береміз. Болды ма, радной? Не істеді? 45 минут манты пісірген болды ма? Болды. Сифулин 2-ге келдік, енді 25-ші квартираны тапсақ болды. Ана отқан бізді кісі кәдімгідей жүрекпен күтіп отыр. Ау, осы қарны ашып, как раз как положено удачно түссек, вообще нұр болады ау. Здравствуйте, саламатсыз әпке. Сізге удачно келдік негізі. Біз осы Балқашта осындай бір рубрикамыз бар бауырда. Осындай тамақтар таситын бар енді. Сіздерге бауырдақтан сіздерге бір осындай бір подаркамыз бар. Міне камера. Сізге міне осындай бауырдағымыз бар. Бауыр, қандай? Лимонад. Осы лимонад сізге әпке. Үйдегім бар еді, балалар бар еді? Балалар бар. Кішіне тақсыған екен, өзіміз де болатын болсы. Міне осындай бауырдағымыз бар, бір сізге міне осы сыйлық. Сифулин 2, 25-ші квартира ма, е? Жақсы әпке сізге. Аз болсын. Ты словно Коко Шанель, люблю тебя, поверь, не нарисует твой портрет, ты повешу в своем сердце. Ты словно Коко Шанель, люблю. Бауырдақта видео түсіріп болғаннан кейін, мына жақта аға бауырларымызбен міне. Мына жақта Артем бар, Рон бар, короче, Муха. Жана сол бар, бауырдақ жиндеп, короче. Әдем бауырдақ, сочный бауырдақ. Қалай настроение? Ё-моё. Міне Арнат бауырыма рахмет. Осындай бауырдақ бағыңыздан келіп, жек көріп атырмыз, сорпасының өзіне деген керемет. Аға капитан мырзымызға рахмет тоже. Осы жерден тамақ ішіп отырмыз. Қош не отыр? Компьютер ойнайын деп ағалармен, бауырлармен, тамырлармен. Ё-моё, дәу телевизормен кішкентай клавиш ойнайын деп отыр. Салам, Клава, как ты? Палуан. Ё-моё, кір десей ма ғана.
сәл каникул болса ауылға кетіп қалатын балалар болады. Ауылда жүріп тұрады да, мен кеттім дейді, аяқ асты ауылынан атып шығатын балалар ше. Луговой жақ, Таразы жақ, оңтүстік. Соған бүгін келгенбіз, нағашыларымызға келгенбіз ғой сол. Бөлек қой нағашыларым жағы, сен ана жақтан Нұрдос, мына жақ дейін тұрады. Ана жақта Наргиз дейтін бір қыз бардың. Ё-мое, мына жақта Базекең тұрады. Мен кішкентай кезімде көбінде нағашыларымның қолында өскен ғой, осында өскен ғой. Орақпен орады, шалғымен шабады, трактормен бірдеңе істеп, газон салады ғой. Ана жақтың еще андай иісі де бөлек, андай табиғат таза, шөптің иісін, таза жердің иісін иіскейсің ғой, сондай кайф та. Двор негізі үстіп өседі. Негізі бұның бәрін шоп жасаң, андай тықыр жер ғой, сонда әдемі болады. Басқа бір орталық Қазақстандар жақта ауылдардың есігі бар ғой. Осында ше, мына жақта белге дейін өседі. Бұдан да қатты өсетіндер бар ғой негізі. Мына жерде негізі ағаштар кәдімгідей, мына жерде бір ағаштардың бәрі алма, мына жерде алмұрт, слива, вишня. Вишня болған, мына жерде 2-3-4 слива болған даже. Мынандай неше түрлі нәрселерді апа кезінде еге берген. Сосын біз оның бәрін суарамыз да ауылға кетіп барады, Балқашқа дамай кетіп баратқан кезде асықпай теріп ап жейтінбіз. Ё-май, піспей жатып жегені бөлек, піскен кездегі бөлек қой. Бүкіл ауылдың осындай есік алдында бір талдан пар кірпіштер, мына жерде бір дұзын былай сарай болатын. Осыны бұзып мына жерге өзіміз тиеп, баласың ғой кезде. Өзімізді қинап өгезде. Күніне 2 кірпіштен болсын бітіріңдер деді ғой. Сәл мына крышаның үстінде кептер бар. Түнде кептер сол жерден алып кішкене өлтіргенім бар ма ол? Айтпай қоюым керек пе? Турана ортасында автобан дейтін четкий бір трасса бар. Дауысшы қозғалмайды, машина түзіп жүре береді. Сол автобанның әр жағында бір Луговой дейтін станция ауыл тұрғаны, сол жаққа дейін жаяу баратын. Осындай қыдық бүкіл үйде бар ғой. Кейбірінде ағады, кейбірінде ақпайды. Просто бәрі уже үйіне тартып алған ғой. Андай мал келе жатқанда мал жайғақ қойасында, işte телевизор көріп жатасың. Қайда уже сериалдар турецкий ма, иранский ма. Бір қарасаң кішкентай болып тұршы ана жерше негізі. Сағат 9-дан 2 кетті. Короче, ешкім жоқ әлі. Мына жақта да ешкім жоқ. Арасында за рулем отыратын ё-май, бөлек қана. Еба, тиктокер ағаймен отырған арасында еба. Мақпал, короче. Бұл жақта енді Әлшер Қонысбаев, Қалжан, Жанел? Ержігіт. Еба, в общем, 4 блогер тұрады оны Мақпал ауылында. Әдем. Шу? Мен шу. Талшын ше? Блогер ма? Білмеймін, қарамайм мен оны. Сонымен нетпейсің де қалың ғой. Не қылмайм мен оны. Коллаборация түсіріп деген сияқты ғой. В общем, блогерлардың районда, сон ауылында тұрып отырған жайы бар. Есікті қанша бақсан да жылқымамайды деген. Ё-ма. Ержігіт емес бай, қанат. Манқат тұға, манқаны. Негандай ажы. Қалай еді? Манқас. Әдемі. Тура осылай ойнау еққа білесің бе, сен үйің салынып отқан. Сен аян бәрі бар, естіп банан үстен жүгіріп жүретінбіз. Мен ақ үй салынбай жатып, осындай фундамент құйылған кезде жүгіріп жүретінбіз. Сөздерім, бәлі зор, япты, аяма. Таудың артын әр жағында Қырғызстан қой, кәрі. Жан тұрсын бөлек қой. Мына жақта бауырлар, мен класстастарым жиналқап дейсің ғой. Тегіз, все, кругтан шықты ма? Болды, өзінікін алдың ғой. Екеге қоспақ дейтін бірдеңелер бар ма еді? Біреуінің жұлып алайын деп тұрсың ба сразу? Палуан, тастатат бұлар. Хорош. Болды, сен үшін қалдың ғой сен. Ё-май, жеп қоймасын сөз. 4-еу ма сонда? 4-еу де қыз ба? Сатасыңдар ма? Мініп жүрсің бе өзің?
жарысқа бірден қатысқан ба? Крикриен дейтін. Кабирхан бар ғой, Иә. сонымен жарысқан ғой. Кәдімгі шаң ба? Еркекше. Иә. Етші. Кабирхан алып тастады. Бәлі ана жақты балалар футбол ойнаймыз, тез бару керек десек, мына жақ тау поболға ойнау жүр. Негізі мектепке барған апасын. Мектепке барған. Апасы бұны история прям неше түрлі нәрсені бар. Ішінде? Прям да. Не қылдың? Полный өшір дейді, полный. Сосын бәрі зауыт. Как келет? Өшіре саламау. Сәл бір қашақ жасағанымыздан болмаса так нормально. Сәл ана жақта көкеміз болмай мапеті жүрмей. Артыға кетіп баратыр, мен басқа не істеймін. Қалай, нормально ма? Қызбай қағанда шаруасы жоқ ма? Болды, жеттің ғой, главное ше. Нормально жұттың ма? Болды, жайына қыл. Мына жаққа жаяу көрейін дедің бе сен? Осымен влог бітті, всем от души, всем до конца көргендеріңізге обнял, поднял, целую, всех уважаю, от души комментарий жазып кетуді, лайк басып дейтін бар еді ғой, соны ұмытпасаңыздар, кайф.